Қазының балапандары. Бірі суын ішіп жатыр, бірі жемін жеп жатыр. Ал біреуі өзінің үсті басын тістелеп қасып жатыр. Біреуі ұйықтап тұр. Әртүрлі енді. Бұлар 6 күн болған балапандар екен. Қазының балапандары. Мойындары, кеуде тұстары сары, ал арқалары, қанаттары, жондары қара болып келеді екен. Мына жақтағысы бұл да қазының балапандары. Бұлар сарғыш балапандар екен. Бұлар да 6 күн болған балапандар. Екеуінің айырмашылығы, бұл сарғыш түстілер өскен кезде ірі болады екен, қаралары сәл кішірек болады екен. Мынау енді үйректің балапандары. Үйректің сары балапандары. Сатылады екен барлығы, бағалары әртүрлі екен. Осы жердегі балапандардың барлығы сол жұмыртқадан шыққанына 6 күн болған, 6 күн толған балапандар екен. Бұл жақта бір құстың балапандары бар екен. Қазыныкі бар, үйректікі бар, тауықтікі бар. Қазының жаңағы 2 түрлісі, үйректің де, тауықтың да түрі бар екен. Өстіп сатып бұлардан нәпақасын көреді екен. Әркімнің енді жұмысы, шаруасы, еңбегі әртүрлі ғой. Біреу біз сияқты малын бағады, біреу құспенен айналысады, балапандарын сатып. Бірі басқа жұмыс істейді, басқа қызмет атқарады, басқа шаруа істейді. Әркімнің күн көру, тіршілік етуі әртүрлі ғой. Сонымен бұл балапандарға қызығып қарап тұрмыз.